Қала әдеттегідей асығыс еді. Көліктердің сигналдары, адамдардың телефонмен сөйлесуі, бір жерге үлгеру үшін жүгірген қадамдар, бәрі бір-бірімен жарысып жатқандай. Ал Нұрсұлтан үшін бұл қарбалас өмірдің мәні бір ғана нәрсеге тірелген еді: табысқа жету. Ол ірі компанияда жұмыс істейтін, жақсы жалақы алатын, қала орталығында пәтері бар, жаңа көлігі бар. Көпшіліктің арманы орындалғандай көрінетін. Бірақ бір нәрсе ғана оның өмірінде үнемі кейінге қалдырылып жүрді: анасына бару, ауылға қайту, уақыт табу. Келесі ай барамын деп өзіне жиі уәде беретін. Келесі ай ешқашан келмейтін. Ауылда жалғыз тұратын анасы Айман күн сайын ұлына тілек тілеп отыратын. Таңертең шайын құйғанда: балам аман болсын. Кешке есік алдына шығып аспанға қарағанда: жолдары ашық болсын. Телефон қоңырауы сирек соғылатын. Бірақ ол әр дыбысқа үмітпен қарайтын. Көрші кемпірлер: балаларың қалада, жақсы ғой дейтін. Айман күлімсірейтін. Иә, жұмысы көп, ол ешқашан шағымданбайтын. Аналар шағымданбайды. Бір кеште телефон шырылдады. Анашым, сәлеметсіз бе? Деді Нұрсұлтан асығыс дауыспен. Сәлем балам, амансың ба? Иә, жұмыстан қол босамай жүр. Келесі ай міндетті түрде барамын. Айман үнсіз қалды. Сосын жай ғана: жарайды балам, өзіңді күт. Телефон өшті. Ол бос үйге көз жүгіртті. Сағаттың тықылы ғана естіледі. Айлар өтті, жыл өтті. Нұрсұлтан мансап баспалдағымен көтеріліп жатты. Жалақы өсті, жауапкершілік артты, уақыт азайды. Бір күні ол жұмыс үстелінде отырып терезеден жауған қарды көрді. Кенет балалық шағы есіне түсті. Қар, ауыл, анасының жылы пеші, бауырсақтың иісі, анасының алақаны. Ол басын шайқады. Кейін түн ортасында телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Сәлеметсіз бе? Сіз Айман апайдың баласысыз ба? Нұрсұлтанның жүрегі шым ете қалды. Иә, апай ауруханаға түсті. Сөздер алыстан естілгендей болды. Әлем бір сәтке үнсіз қалды. Таң ата ол ауыл ауруханасының дәлізінде тұрды. Бала күнде жүгіріп жүрген еден, ескі орындықтар, дәрі иісі, барлығы таныс. Бәрі бөтен. Дәрігер баяу сөйледі. Жағдайы ауыр, кеш келгенсіз. Бұл сөздер жүрегіне шаншудай қадалды. Кеш келгенсіз. Палата есігін ашқанда ол кішкентай болып көрінген ананы көрді. Әлсіз, жүзі бозарған, бірақ таныс. Анашым, деді сыбырлап. Айман көзін ашты. Ұлын көріп, әлсіз жымиып: келдің бе балам? Сол сәтте оның даусы бала күніндегідей жылы естілді. Нұрсұлтан тізерлей отырды. Анасының қолын ұстап: кешіріңіз, кешігіп келдім. Айман жай ғана басын шайқады. Ана жүрегі күтуден шаршамайды балам. Көзінен жас сырғып түсті. Мен сені әрдайым күттім. Нұрсұлтан жылап жіберді. Мен уақыт таба алмадым. Уақыт табылмайды балам. Уақыт бөлінеді. Палата іші үнсіз қалды. Тек жүрек аппараттың дыбысы. Таң сәулесі терезеден сығалап кірді. Айман ұлының қолын қысып: бақытты бол. Бұл оның соңғы сөзі болды. Аппарат дыбысы түзу сызыққа айналды. Нұрсұлтан үнсіз отырды. Көз жасын тоқтата алмады. Жерлеуден кейін ол анасының үйіне кірді. Барлығы орнында. Терезе алдындағы гүлдер, таза бүктелген орамал, үстел үстіндегі кесе. Үй иесін күткендей. Сөренің үстінде ескі дәптер жатты. Ол ашып қарады. Ішінде қысқа жазбалар. Бүгін балам қоңырау шалды.
даусын естіп қуандым. Бүгін қар жауды. Бала кезін еске алдым. Келесі ай келемін деді. Күтемін. Нұрсұлтан дәптерді кеудесіне басты. Айлар өтті. Нұрсұлтан қаладағы өмірін қайта қарады. Жұмыс әлі бар, міндеттер бар, бірақ басымдық өзгерді. Ол демалыс сайын ауылға барып тұратын болды. Анасының үйін сақтап қалды. Көрші қарияларға көмектесті. Балаларға футбол алаңын жасап берді. Әр келген сайын аспанға қарап, анашым, мен келдім дейтін. Бір күні оның ұлы, әке, біз неге ауылға жиі барамыз деп сұрады. Нұрсұлтан күлімсіреп, себебі жүрек қайда тыныштық тапса, сол жер үй. Ол ұлының қолынан ұстап, жақындарыңды күттірме балам, уақыт тез өтеді. Өмір біз ойлағандай ұзақ емес. Біз кейінге қалдыратын кездесулер, айтылмай қалған сөздер, шалынбай қалған қоңыраулар. Бір күні кеш болып қалуы мүмкін. Бақыт алыста емес. Бақыт ананың даусында, әкеңнің үнсіз қамқорлығында, баланың күлкісінде, үйге апарар жолда. Егер бұл әңгімені тыңдап отырсаңыз, бір адамға хабарласыңыз. Біреуге жақсы көремін деп айтыңыз. Біреуді күттірмеңіз. Өйткені уақыт қайта оралмайды.